Егер сіз ауыл шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Өйткені ауыл шаруашылығымен айналысатын жеке кәсіпкерлерге 8-де 6 миллион теңгеге дейін, ал кооперация иелеріне 27-де 6 миллион теңгеге дейін микронесие берілмекші. Ал несиенің үстеме ақысы бар болғаны 2,5%. Несие мерзімі 5-тен 7 жылға дейін болмақ. Ладно. Ол үшін мемлекеттен биыл бақандай 800 миллион теңге бөлінді. Жоба аясында 170 кәсіпкерлік микронесие алатын болады. Жобаға өтінім қабылдау сәуір-мамыр айларында басталмақ. Егер сіздің залогқа қоятын мүлкіңіз болса, сондай-ақ налоговыйда ИП ретінде тіркелген болсаңыз, бизнес планыңыз болса, онда сіз микрокредитке өтінім бере аласыз. Ол үшін сізге қандай құжаттар қажет болады? Ең алдымен ауыл әкімдігіне барып, жеке куәлігіңізбен микронесие жөніндегі өтінім білдіресіз. Бұл жердегі ең басты дүние кредиттік историяңыздың таза болуы және де жеке мәліметтеріңізге келісім беруіңіз керек. Вот это поворот! Өтінім жазып болғаннан кейін сіз бизнес планыңызды даярлап, ауыл әкімдігінен микронесие алу жөніндегі келісім аласыз. Егер өзіңіздің залогқа қоятын дүниеңіз болмаса, онда залогқа қоятын мүлік иесінің келісімімен екі арадағы келісім болуы керек. Сондай-ақ мүлікті бағалайтын оценщиктердің есебі болуы да шарт. Одан кейінгі қажет құжат, бұл бұрын банкте кредитіңіз бар болса, оны растайтын анықтама керек болады. Және соңғысы микрозаймға келісіп келгеннен кейін қаражат түсетін есеп шотыңыздың анықтамасын өткізу керек. Мемлекет ұсынып отырған мүмкіндіктен қапы қалмаңыз. Ауыл шаруашылығына қатысты микронесиеге сіз де өтінім беріп көріңіз.